Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: "Мен кана ю'мину биллахи вал яумил ахири мин зукури уммати фала ядхулул хаммама илля бимизарин." Аллаға және ақырет күніне иман келтірген ер болса дейді менің үмбетімнен, ешқашан іштік киімсіз моншаға кірмейді дейді. Іштік киім дегенде ол мына кіндіктен бастап ана тобыққа дейін тұратын іштік киімді айтып отыр пайғамбарымыз. Олардың заманында біздікіндей іш киімдер болған емес. Іштік киім деген тобыққа дейін болатын. Сол киіммен ғана кірсін дейді еркектер, егерде көпшілік моншасына кіретін болса. Ал ондай нәрсе бар ма қазір? Кеңес үкіметінен бері қандай моншалар жасап келе жатыр. Міне, ол деген сөз кәдімгі нәрсе ғой, шақыру ғой. Адам неше түрлі аурулар, кешегі пайғамбарымыздың әйелдеріне де Алла тағала айтып отыр: "Ей пайғамбардың әйелдері, сендер басқа бір әйелдер секілді емессіңдер. Алладан абайлаңдар да қылымсып сөйлемеңдер. Әйтпесе әлгі жүрегінде дерті бар адам дәметіп қалады" дейді. Көрді? Сол секілді. Сондай нәрселер, еркектердің гинекология саласын оқи беруде. Ол жақта да жақсы нәрсе жоқ негізі. Міне, істеп жүр ол жерде негізі. Осындай нәрселерге дейін аралас бұзылып кеткен нәрселер көп. Күллісі дерт, шындап келген кезде ар жағында. Бірақ заман дамып жатыр деген нәрсемен құтыла салу оңай қазір. Әйел кісілерге де айтады: "Мен кана ту'мину биллахи вал яумил ахири мен инаси уммати." Менің үмбетімдегі әйел заты Аллаға ақырет күніне иман келтірген болса, фала тадхулул хаммама, ол моншаға мүлде кірмесін дейді. Ол тек қана үйінде күйеуі салып берген моншада ғана. Ана моншаға мүлде кіруге болмайды. Еркек еркектің әуретіне қарамасын дейді. Әйел әйелдің әуретіне қарамасын дейді. Неге? Осы екі күнәнің пайда болып кететін себебін түсіндіріп отырады. Еркектер мен еркектер, әйелдер мен әйелдер. Кейбір тәпсір кітаптарында жаңағы Луттың еркектері еркекпен айналысып кеткеннен кейін әйелдер де бір-бірімен айналысып кеткен деген риуаяттар бар. Болды ол. Міне, шайтанға оп-оңай бізді Алладан қорықпағаннан кейін кез келген нәрсені істей беруге кетіп қалған мүмкін адам. Сосын ол университет сияқты дамиды бұл күнәлар. Бұл күнәларда қазір сырттағы дұшмандар мысалы мына күнәні кәдімгідей дамытып